Ассалаумағалейкум бауырлар, оқушылар. Бүгін міне 3-ші модульдің 2-ші сабағы басталды. Бұл жерде бірінші және кэфтті сатуды үйренеміз. Бұл өте маңызды этап. Бұл жерде сіз сатасыз. Осы жерде сіздің минимум дегенде 70% клиентіңіз ұшып кетіп жатады. Оның себебі дұрыс техниканы қолданбауында. Адамдар сатуға келген кезде сразу же 3-ші, 4-ші этап бар, презентацияда сол этапқа шығарып ұшып кетеді. Біз мынандай жасаймыз, біз бүйтеміз, біз сөйтеміз деген секілді ол этапқа шығудың қажеті жоқ. Қазір этапмен сізге бәрін түсіндіріп беремін. Алла қаласа, бұл жердегі ең маңызды мәселе сіз мүмкін де жақсы продавец шығарсыз, бірақ бұны инструмент ретінде танымағансыз. Енді бұл сатудың инструмент ретінде танығаннан кейін бұны қолдансаңыз, сіз одан да жақсы продавец боласыз. Және де оны біреуге үйретсеңіз, ол сіз үшін де жақсы результат көрсететін болады. Бұл менің тәжірибемдегі бар нәрсе, бұл өте маңызды. Бірақ инструмент 20-30% жағдайдағы жұмыс істейді. Первую очередь ол адамның осындай жаңағы немесі энергетикасы. Психология өте көп рөл ойнайды, энергетика көп рөл ойнайды. 80%, 70%-те ол көбінесе психология мен энергетика. Сондықтан сатуда көбінесе высокотонный, жаңағыдай тезді сөйлейтін, жақсы сөйлейтін, өзінің ісін жақсы білетін, эксперт болған сондай адамдар жақсы сатып жатады. Сондықтан сол эксперт болуға, жақсы сатуға, тез сөйлеуге тырысыңыз. Тез сөйлегенде тез емес, просто өз ісін білетін адам всегда тез сөйлейді. Ол ойланып қала бермейді. Көрдіңіз ба? Мәселе сода. Енді мынандай этаптар бар. Сразу таныстыра өтейін, бірақ екі сабаққа бөлінген бұл нәрсе. 7 этап бар. Бірінші этап контакт, екіншісі программирование, үшіншісі выявление потребностей, төртіншісі презентация, бесіншісі возражение, работа с возражением, алтыншы дожим, бесінші незамедлительно закрыть. Осы 7 этап бар. Әртүрлі нишада әртүрлі болуы мүмкін этап, мүмкін де басқа продавец басқаша үйретуі мүмкін, бірақ бұл менің методологиям бойынша. Негізгі обычный классика бойынша 5 этап бар. 5 этапқа біз 2 этапқа қостық, даже мен программирование қостық. Оның барлығы не үшін екенін айтып беремін қазір сіздерге. Бірінші этап контакт. Контакт деген қараңыз. Сіз замерге келген кезде клиенттің настроениесі болмауы мүмкін. Клиент сіздің түріңізге, киіміңізге қарап небрежно қарауы мүмкін. Контакттың болмағанын айтады. Ондай клиентке сатудың қажеті жоқ. Ондай клиентке сатсаңыз, сіз сатпайсыз, ол сізді байтыңызда просто выдворить, просто үйде шығарып тастайды. Сатуға тырыспаңыз. Ол жерде экспертіңізді көрсетіңіз. Пока клиент, жақсы, солай екен ғой. Өйткені оның бір настроениесі, бірақ сіздің экспертіңізді көрсеткен кезде ол өзі сабасына келіп, сізді тыңдауға бастайды. Ол тыңдауға бастаған кезде доверие пайда болады. Доверие пайда болған кезде ғана сата аласыз. Доверие жоқ па, сата алмайсыз сіз тегінде. Контакт деген сол нәрсе. Контакт деген приветствие емес, көбі приветствие деп қояды контактты. Приветствие емес. Приветствие деген ол привет, пока, сондай мәселе. Жоқ, олай емес. Контакт деген, когда между вами является как бы взаимосвязь. Бір-біріңді тыңдайтын, қарайтын, келісетін бір определенный манера пайда болған кезде. Контакт деген сол. Екінші, программирование. Не үшін керек программирование? Возражениенің көбі, соңғы, жаңағы 6-7 этапта возражение деген бар ғой. Возражениенің көбі қымбат деген возражение болады, бауырлар. Қымбат деген. Программирование сол нәрсені профилактикасы. Бұл енді біздің методологияда бар, көп немелердің методологиясында жоқ. Программирование деген былай естіледі. Мен қазір орысшасын айтайын, сосын қазақшасын аударып көрем. Здравствуйте, мысалға, Гульмира деген мен клиент. Здравствуйте, Гульмира, меня зовут Давлет, я являюсь замерщиком, дизайнером этой компании, мебельной компании. Для того, чтобы сэкономить ваше и мое время, чтобы выбрать наилучший гарнитур для вашей кухни, чтобы она соответствовала по функционалу, чтобы она была вам очень удобной, чтобы она была самой красивой, которую вы хотите, я задам несколько вопросов, на которых нужно будет ответить. Вы согласны? Мен бұлай сұрақ қойған кезде, сіз келісесіз ба? Вы согласны деп қойған кезде, клиент не деп жауап береді? Жоқ деп жауап бере ала ма? Нет, я не хочу выбрать самый лучший гарнитур, я не хочу выбрать по бюджету гарнитур, я не хочу неудобный гарнитур деп айта алмайды. Бір жерде бір-ақ жауап бар. Закрытый вопрос был. Мен келісемін, я хочу сэкономить свое время, я хочу выбрать самый лучший гарнитур деп айтады. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл программирование, бұл өте хитрый ход негізінде, мен сұрақтар қоямын деп айттым. Бұл не үшін керек маған? Мен клиенттің бюджетін білгім келеді. Ол бір определенный бюджетті пландап жатыр. Мысалға айтсақ, ол енді сіз, любой біз адамбыз ғой, дұрыс па? Мен бір кухня заказ берер кезде мен подружкаларымнан сұраймын да, мысалға қанша қалдың, сол секілді адамдар да сөйтіп сұрап, приблизительно бюджет рассчитывать етіп қойған ол да.
Ол да білет. Ол сізге келіп, например, там нарықтағы миллионның нәрсесін 200 мың заказ берем десе, ондеше ол енді не по теме нәрсе. Сондықтан олар білет, скорее всего. Сондықтан біз білеміз, программированияда біз қалай жасаймыз? Сол жаңағы айтқан нәрсемізді айттық қой. Кейін біз сұраймыз, сізге неше метрлік кухонный гарнитур керек? Столешницасы каменный ма, әлде же пасфарминговый столешница ма? Есіктер МДФ па, крашеный МДФ па, пленочный МДФ па деген секілді, ол жерде встроенный техника бола ма, болмай ма деген секілді сұрақтар қоямыз. Бұл клиентті ақырға ашады. Біз жаңағы программирование жасадық қой, программирование сразу выявление потребности, үшінші этапқа көшіп кеттік. Выявление потребности біз сұрақ қоямыз, квалифицирующий сұрақтар қоямыз. Енді бұл сұрақтар қойған кезде сұрақтар қою өте маңызды. Бұл сіздің экспертностіңізді ашады. Сіз сұрақ қоя бастаған кезде клиент ары қарай эксперт ретінде таныған кезде сізге доверие пайда болады. Доверие пайда болғанда сізден алуға мұқтаждығы пайда болады. Доверие, сіз сұрақ қоймасаңыз, мына плохой продавец, хороший продавецтің айырмашылығы не деген сұрақ бар бізде негізінде. Плохой продавец не задает вопросы, ему задают вопросы. Хороший продавец всегда умеет задавать вопросы. Өйткені не, біз бірінші клиентке не керек екенін сұрауымыз керек. Сізде определенный, мысалға атын болсақ, кухонный гарнитурдың немесі бар ма деп сұраймыз. Стилистикасы бар ма, сіз бір скриндар, инстаграмдағы бір қараған шығарсыз деген секілді. Скорее всего, болады ол. Болмаса біз өзіміздің көрсеміз, нандай ма, классический ма, неоклассика ма, модерн ба, жаңағындай футуристический стиль ма деген секілді біз сұрап қоямыз. Бұл сұрақтарды біразын қойған кезде, бір 5-6 қойған кезде бізде не пайда болады? Бізде уже возможность пайда болады мынандай сұрақ қоюға. Келесі менің сұрағым, сіз приблизительно қандай бюджетке ориентироваться етіп тұрсыз? Себебі, сіз сразу себебін айтасыз. Өйткені бұл өте маңызды. Мәселе мындай ғой. Кухняны 3 метрлік кухняны 500 мыңға да жасауға болады, 5 миллионға да жасауға болады. Клиент 500 мыңға рассчитывать тұрғанға 5 миллионға санасаңыз, сіз болды, пролетели. Мәселе сода. Көрдіңіз бе? Сіз айтасыз, апай қараңыз, мен кухняны сізге 3 метрлік кухняңыз 500 мыңға шығатынды материалмен жасауым болады. Бірақ 5 миллионның да материалдармен санауым болады. Өйткені материалдың түрі көп. Каменный столешница бар. Каменный столешницаға және литая мойка бар. Литая мойкадан бұрын подсветкалар бар, итальянский алюминиевый профильдер бар. Жаңағындай есіктер, итальянский есіктер бар, крашеный МДФ бар, блюм, хеттих деген секілді механизмдар бар, немецкий. Көрдіңіз ба? Бар жақсы GTV польский механизм бар деген секілді. Сондықтан мен точно білмеймін сіздің бағаңызды. Сіз маған приблизительно бюджетін айтсаңыз, мен соған қарай сізді материалдарыңыз дұрыстап жақсысын совет берсем деп айтасыз. Сіз сөйтіп қойдыңыз ба, клиент өзі бағасын айтып береді сізге. Сізге айтады, 1 миллионның көлемінде деп айтуы мүмкін. Все, сіздің задачаңыз енді сол материалдарды 1 миллионға қарай реттеу. Өйткені не? Каменный столешница, скорее всего, 3 метрлік кухняға келмейді уже. Пасфарминговый болмаса, пасфармингтің жаңағындай Эггер деген австрийский столешницасы бар, соларды қойсаңыз болады, әдемі, бірақ каменныйдің өзі 300 мыңға теңге шығып кетеді, мысалға. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Сіз сон бюджетті білгеннен кейін, сізде соңында сіздің мебеліңіз қымбат деген возражение айту уже келмейді. Сіз миллионға рассчитывать етіп тұрғаныңызға 1 500 000-ге сана алсаңыз болады. Скидкасын жасайсыз, анасы бүйтесіз деген секілдіші. Біраз ол жерде енді қазір мен тағы да бір этап бар, сол этапта бағаны көтеруді үйретемін. Сіз егерде бұл бағаны білгеннен кейін, сізге соңында возражениесін жабуға жеңіл болады. 1 миллион деп айтқан клиентке 1,5 миллионға сатуға болады. Бірақ 2 миллионға сата алмайсың сен. Болмаса 3 миллионға сата алмайсың сен. Үйтіп сату қиын болады. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жердегі мәселе именно осы нәрсеге келіп тіреледі. Біз енді мебельде қанша жүрген себепті бұл жерде ылғи да қымбат деп сөздерді естіген себепті бұл осындай программирование деген этапты ойлап шығардық. Бұл сізді құтқаратын этап, иншалла. Жақсы, программирование түсінікті. Келесі этап ол бізде выявление потребностей.